Қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі қазтест жүйесі бойынша тестілеу өту барысында жауап парағын дұрыс толтыру тәртібін ескертеміз. Тегі секторында көлденең орналасқан торкөздерге тестіленушінің жеке куәлігі немесе төлқұжатқа сәйкес тегі жазылады. Әр әріптің астындағы торкөздерге сәйкес әріптері бар шеңберлер бойылады. Есімі секторында көлденең орналасқан торкөздерге тестіленушінің жеке куәлігі немесе төлқұжатқа сәйкес есімі жазылады. Әр әріптің астындағы торкөздерге сәйкес әріптері бар шеңберлер бойылады. Келесі азаматтығы секторын кезекшімен бірге толтырылады және азаматтық кодының кестесі бойынша анықталады. Қазақстан Республикасы азаматтығының коды 01. Сектордың жоғарғы торкөздерінде 0 мен 1 сандары жазылады және торкөзде белгіленген сәйкес сандар тұрған шеңберлер бойылады. Келесі сектор ұлты кезекшінің көмегімен ұлттар кодының кестесіне сәйкес толтырылады. Мысалы, қазақ 01, орыс 02. Ана тілі секторы алдындағы ұлты секторына сәйкес толтырылады. Туған жылы секторына тестіленушінің туған жылының соңғы 2 саны енгізіледі. Әр санның астындағы сәйкес сандардың шеңберлері бойылады. Санат секторы тестіленушілер санаты кодының тізбесіне сәйкес толтырылады. Мысалы, мемлекеттік қызметшінің коды 05. Нұсқа секторында сұрақ кітапшасындағы нұсқаға сәйкес шеңберлер бойылады. Деңгейлер секторында диагностикалық тестілеуді өту барысында деңгейді анықтау шеңбері толтырылады. Ал сертификаттық тестілеу өту барысында тестілеудің тапсырылып жатқан деңгейіне сәйкес шеңбер бойылады. Қазтест сынағын қанша рет тапсырдыңыз сұрағы бар сектордағы ешқашан шеңбері қазтест жүйесінің тестілеуін мүлдем өтпеген жағдайда бойылады. Егер сіз қазтест жүйесінің тестілеуін өткен болсаңыз, бірнеше шеңбер бойылады. Жынысы секторында тестіленушінің жынысына сәйкес шеңбер бойылады. Қолтаңба секторына қол қоямыз. Тестілеу өткізілген күн секторында тестілеу өткен күнді жазамыз. Соңғы 3 секторларда сұрақ кітапшасындағы тыңдалым, лексика-грамматикалық құрылым және оқылым бөліктері бойынша тапсырмалардың жауаптары бойылады. Тестіленуші сұрақ кітапшасының титул парағына легінің, дәрісхананың, орнының нөмірін көрсетіп, тегін, атын және әкесінің атын жазады да қол қояды. Сұрақ кітапшасында тыңдалым бөлігінің 30 тапсырмасы, лексика-грамматикалық бөліктің 70 тапсырмасы және оқылым бөлігінің 50 тапсырмасы ұсынылады. Тестілеудің уақыты 150 минут. Қазтест жүйесі бойынша тестілеуден өту барысында тестіленушіге аудиториядан рұқсатсыз және жеке шығуға, бір орыннан екінші орынға ауысып отыруға, сөйлесуге, емтихан материалдарын ауыстыруларына, көшіріп жазуға, шпаргалкаларды, сонымен қатар тест мазмұны мен олардың дұрыс жауаптар кодын ашатын мәліметтерді пайдалануға, электронды жазба кітапшаларды, калькуляторларды, ұялы телефондарды қолдануға тыйым салынады. Тестіленушіде ұялы телефон немесе шпаргалка тапқан жағдайда тестіленуші аудиториядан шығарылады. Тестілеу нәтижесі жойылады. Тестілеу уақыты аяқталған кезде тестіленуші емтихан материалдарын тапсырудан бас тартқан жағдайда тестілеу нәтижесі өңделмейді. Сізге қазақ тілін меңгеру деңгейін тексеріп алуды және қазтест жүйесі бойынша байқау сынағын www.kazaktest.kz қазтест жүйесінің сайтынан өтуді ұсынамыз. Сонымен қатар, қазтест жүйесінің сайтынан қазтест жүйесінің компьютерлік тестілеу атты бағдарламалық жабдықтауды жүктеп алыңыздар. Сізге қазтест жүйесі бойынша тестілеу тапсыру кезінде сәттілік тілейміз.